Баршаңызға рахмет. Енді бүгін осы ортада Мұхтар Шахановтың бір өлеңін жаттап келіп отырған оқушымыз бар екен. Соны оқысам деп отыр. Рамазан деген оқушы. Сіз шыға қойсаңыз. Біз Мұхтар Шахановтың қойылымын қойғаннан кейін оқушы дайындалып кетті. Ол біздің театр мүшелеріне тарту деп ойлаймын. Қошемет көрсетсек, келе қойыңыз. Мұхтар Шаханов, бақыт геометриясы. Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Мен шықпаған заңғаршың ба? Мен мінбеген кеме ме? Әлде бақыт байлық бекен сараңдықтан басалған, жомарттығы өзгелердің ырысынан жасалған. Талайларға байлық жинау болса дағы басарман, кейде бақыт байларға да қолын бермей қасарған. Әлде бақыт сұлулық па? Олай кейін десем мен, сұлулар жүр, бай аяққа кілем болып төселген. Бәлкім бақыт билік бекен қылыш мүкте ұстаған, тіпті қайсар қырандары рұқсатсыз ұшпаған. Жағымпазы сырт көздерді шошындырып сұрқымен, бастығын көнетігін шөткілеген ұртымен. Шын парасат иелері бірақ оған бармаған, олар өзін жаудан бұрын жағымпаздан қорғаған. Иә, биліктің қадам тоқ, қамал жоқ алмаған. Тек асқалар биліктен де бақыт таппай сорлаған. Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Көрсет маған құшақтайын көтерейін төбеме. Деп едім мен, дәл сол сәтте ойы сымбатты, әбден қажып шаша қарған шындық келіп тіл қатты. Бақыт дәйім санасымен ұғымында әркімнің, қанша ғасыр осы нөлге ұқтырамай сарқылдым. Солай енді ақыным мұнда бұрыл деп мені, шындықтағы ертіп барды шұпын үйге шеткері. Терезеден қара деді, жақын тұрып қарадым. Төрде отырған қос шұбарға түсті кенет жанарым. Қос шұбайға түсті кенет жанарым. Үй іші тым қарапайым, ортада ақ дастархан. Дастарханда тек қара нан, қос түйір қант тасталған. Күйеу айтты, жала қалдым, ертең базар баралық. Саған жаным ерекше сен көйлек іздеп табалық. Көйлегім бар, деді әйелі, қабағына мұң қонды. Бір бешпетпен жүрсің өзің, міне қанша жыл болды. Екеуі де менен бұрын оған шаттық қонса деп, алды менен ол қуансын, оның көңілі толса деп. Бір-біріне сүйсініп, бірін-бірі жақтады, бірін-бірі ардақ тұтап, орта қойға тоқтады. Көрші аулада баласы өлген жалғыз кемпір бар екен. Шетсіз, шексіз кең дүние, ол сорлыға тар екен. Олар қатар шуақ төге ізет тіске кірісті. Сол кемпірге қыстық дейін әперуге келісті. Бақыт деген немене бұл? Немене екен, немене? Мен шықпаған заңғаршың ба? Мен мінбеген кеме ме? Тек қиялдап, әр биіктен көрсетіп біз бекер бой. Қымбаттым-ау, сөйтсек бақыт қанағатты екен ғой. Егер бүгін аласарса мекеніңнің шоқтығы, оған себеп қанағатсыз адамдардың көптігі. О тәңірім, қанағатпен басар болса аттығын, мүмкіндік бер қадірлеуге жауымның да шаттығын. Құрметті көрермендер, мұғалімдер арасынан өлең мәнерлеп оқып берем дейді. Нұрғазы қызы Айгерім, қабыл алыңыздар. Театр мүшелері сіздерге тарту.
Біріншіден, құрметті Егер драма театрының мүшелері, сіздерге бүгінгі сәні мен мәні жарасқан қойылымдарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Және осы қойылымнан кейін осында отырған әрбір көрермен өзіне бір ой түйіп, Дойл сияқты емес, Әл-Фарабидей бір ізгі арманды бағыттап, жақсы ой түйдіңіздер деген ойдамыз. Және мұғалімдердің атынан Мұхтар Шахановтың «Төрт сәуле» өлеңін оқып беруге рұқсат етіңіздер. Төрт сәуле. Көкірегімде төрт сәуле бар, төрт бақыттан тұратын, төртеу менің мұратым, төртеуінен алма кезек нұр алам. Біріншісі туған елім ұл анам, екіншісі ғазиз анам, саулығымды сұраған, бірақ маған екеуі де бір адам. Үшіншісі намыс үшін беріспеген күндерім, жанған отты өшіруге келіспеген күндерім. Сүрінгенде сүйеймін деп құлап қалған кездерім, өзім жылап, жан досымды жылатпаған кездерім. Бәрі-бәрісі жомарттығым, адалдығым сондағы, кеудеме кеп жиылды да бақыт болып орнады. Төртіншісі сәл тайқыса болар мұң, маған деген адалдық ол мені сүйген адамның. Әрдайым осы төрт сәуле сіздердің өмірлеріңізді шуақты, көңілдеріңізді қуатты етіп жүрсін. Рахмет. Рахмет сізге де. Енді көрермендердің, мұғалімдердің арасынан оқушыларға деген тілек болады ма? Сөз берсек? Асқар ағай. Ата-аналарымыз отыр екен, сізге де сахнаға келсеңіз, балаларыңызға сәттілік тілеп, бір ауыз жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Армысыздар, ұлы дала елінің аманатына қиянат жасамайтын ұрпақтары. Бүгінгі мынау қойылым өте маған қатты ұнады. Бүгін әрбір мен қазақпын, менің отаным Қазақстан дейтін әрбір оқушының көкейінде, әрбір ұстаздың көкейінде тағы да бір серпіліс пайда болды деп ойлаймын. Енді Мұхтар Шаханов атамыздың отырар дастаны біздің тарихпен астасып жатыр, үндесіп жатыр. Бүгін соны мынау мұрагер драма театры керемет деп қойып берді. Сол ішінде қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдеріне, театр мүшелеріне және ерекше Айғаным, Жұлдыз апайларға рахметіміз шексіз. Көп-көп рахмет. Осындай іс-шаралар көп болса екен дейміз. Біздің мынау рухани жаңғыру жолында бұның тәрбиелік мәні өте жоғары. Кейбір кезде біз сабақ беріп жатқан кезде әртүрлі пікірлерге, әртүрлі ойларға кездесеміз. Сол кезде айтып жатады, Қазақстанда анау жоқ, Қазақстанда мынау жоқ, анамен келісеміз, мынамен келіспейміз. Батыстың өркениеті дамып тұр деген сияқты. Құрметті оқушылар, бағанағы дастандағы керемет кейіпкердің әртүрлі образдардағы жеткізіп жатқан керемет нақыл сөздері, нәрді сөздері бізге үлгі деп, сабақ деп білеміз. Ол жердегі айтып жатқан бала өскенше сол елдің ауасымен тыныстап, сол елдің мөлдір бұлағынан су ішіп, сол елден нәр алып өскеннен кейін ол елге сатқындық жасау, ол әділетсіздік деп білемін. Мен ойлаймын, бүгінгі ұрпақ өз елін сақтап қалу жолында әрқайсыңыз өз үлестеріңізді қосады деген үлкен сенімім бар. Енді мемлекетте қандай да бір қателік болатын болса, оны да түзеу тек бізде ғана. Біз өзімізден үлкендерге ренжімеуіміз керек. Біз өзімізді түзетіп, мәңгілік елді, мәңгілік Қазақстанды биікке самғатуымыз керек. Сіздерге көп-көп рахмет. Әрқашан алға. Рахмет сізге. Құрметті ата-ана, сіздің бір ауыз лебізіңізді тыңдасақ. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгін менің баламның осындай қатысады дегеннен кейін арнайы тыңдауға келіп едім. Бүгінгі қойылым қандай керемет, қандай тарихи мәні бар, тәрбиесі бар. Оқушылар емес, менің өзіме үлкен ой салып, үлкен бір еске алатындай патриоттық Қазақстанға деген ойымды өзгертіп, жақсы бір қойылым болды. Балалардың осындай біздің болашағымыз үлкен, үмітімізді ақтайтын балаларымызды биіктен көрсетіп, әр баланың талантын ашып,
осындай жақсы қойылымдарды қойып тәрбие мәнге білімдерін көтерген сіздерге көп рахмет. Мұндай қойылымдарыңыз көп болсын. Балаларым, біздің болашағымыз, Қазақстанымыздың 2030 бағдарламасын орындайтын балалар, сендерді тек биіктен көріп, біздің Қазақстанымызды самғатып, тек биіктен көрсете беріңіздер. Сіздерге табыс, денсаулық тілеймін. Рахмет сізге де үлкен. Олай болса, тағы да бір қошемет көрсете отырып сіздерге қош бол дейміз, келесі кездескенше дейміз. Құрметті оқушылар, алда болса.